Төрттілік мал неден жаралған? Төрттілік мал неден жаралған деген сұраққа этнолингвистика былай жауап береді. Қазақ этносының жадында тілі арқылы сақталып келе жатқан жылқы желден, сиыр судан, түйе сордан, қой бейіштен, ешкі тастан деген деректер бар. Енді бұл деректердің мән-мәнісі, мотивтік негізі неде деген сұрақтарға жауап беруге тура келеді. Ал сол этностың жадында сақталған осы мағлұматтарды этнолингвистикалық тұрғыдан одан әрі зерделей түссек, жылқының желде ескен жүйрік болуы, сиырдың сулы, нулы, өлеңді өлкені мекендеуі, түйенің ащылы сортаң жерде өсуі, ешкінің тасты өрісті ұнатуы, қой малының бәрінен парасатты болуы, міне, сол шығу тегіне байланысты екен. Бұл тұжырымды Әбдуәли Қайдар қазақтар ана тіл әлемде этнолингвистикалық сөздігінде айтады. Әбдуәли Қайдар лексикография саласында өнімді еңбек еткен ғалым. Қазақ этнолингвистикасының негізін салушы, қазақ тіл білімінің көрнекті маманы, белгілі түріктанушы, филология ғылымдарының докторы, профессор, академик. Ол саналы ғұмырының жарты ғасырынан астам уақытын тіл білімі саласына арнаған. Әбдуәли Қайдар 1924 жылы 13 желтоқсанда Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданындағы Талдыбалақ ауылында қызметкер отбасында дүниеге келген. 1942 жылдың мамырында Қазақ орта мектебінің 9 сыныбын және 10 айлық педагогика курсын аяқтасымен өз еркімен сұранып майданға аттанады. Майдандағы жауынгерлік ерлігі үшін Әбдуәли Қайдар 3-ші дәрежелі даңқ, 1-ші дәрежелі және 2-ші дәрежелі отан соғысы, 2 мәрте Қызыл жұлдыз ордендермен және 1941-1945 жылдардағы ұлы отан соғысында Германияны жеңген үшін, Москваны қорғаған үшін тағы басқа медальдармен марапатталады. Соғыстан кейін Қазақ мемлекеттік университетін үздік бітірген Әбдуәли Қайдар 1951 жылы Қазақ СССР ғылым академиясының аспирантурасына қабылданып, оны 1954 жылы ұйғыр тілі мамандығы бойынша бітіреді. Ғалымның жалпы түріктану ғылымына, соның ішінде әсіресе қазақ тілі білімі мен ұйғыртану саласына қосқан нақтылы 500-ге жуық ірілі-кішілі зерттеулері бар. Солардың ішінде жеке кітап түрінде жарық көрген монография, жинақ, сөздік, мектеп пен жоғарғы оқу орындарына арналған оқулықтар мен кітапшаларының жалпы саны 52. Ғалымның ұлттың менталдық ерекшелігін көрсететін қазақ қандай халық атты көлемді еңбегі жарық көрді. Этностың болмысына қатысты мыңдаған, тіпті миллиондаған мағыналық бірліктердің жиынтығы мен синтезін таныту мақсатында қазақтар ана тілі әлемінде адам, қоғам, табиғат атты 3 томдық этнолингвистикалық сөздігі жарыққа шықты. Академик Әбдуәли Қайдардың редакторлығымен 76 еңбек, соның ішінде 2 энциклопедия, қазақ тілі энциклопедиясы мен жетісу энциклопедиясы жарық көрді. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының тіл туралы заңның жаңа жобасының жасаушы комиссияның мүшесі болған.